Ассалаумағалейкум армағазақ, каналымызға қош келдіңіз. Қымбатшылық заман келді. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болдық. Алсаңыз видео төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Атырауда нан қымбаттады. Егер бұрын қалада бірінші сұрыпты ұн пісірілген нан 81 теңгеден сатылып алуға болса, қазір әлеуметтік нан 91 теңгеден сатылып жатыр. Атырау АКК баспасөз қызметі нан неге қымбаттағанын түсіндірді. Біріншіден, Зеленская ЖШХП ұн тарату кәсіпорны бірінші сұрыпты ұнның килосы үшін 155 теңгеден 165 теңгеге дейін көтерді. Сондай-ақ Карачы ШШ ұн жеткізу ұн құнын 1 кило үшін 145 теңгеден 155 теңгеге дейін көтерді. Екіншіден, науайханаларда бағаны көтеру себебі бірінші сұрыпты ұн қымбаттады. Электр энергиясы, коммуналдық қызметтер, жанар-жағар май өсті. Жұмысшылардың жалақысы көтерілді. Қазір бірінші сұрыпты ұннан жасалған ұн 83 келеден жеткізіледі деп хабарлайды Атырау АКК. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.